Қайырлы күн, құрметті Сәбит Мұқанов атындағы ғылыми әмбебап кітапханасының тұрақты оқырмандары. Бүгінгі біздің шығарылымда экология және қазіргі заман. Экология тірі табиғат пен қоршаған ортаның байланысын зерттейтін ғылым. Ол адам, жануар, өсімдік және табиғат арасындағы тепе-теңдікті қарастырады. Экологияның басты мақсаты табиғатты қорғау және қоршаған ортаны сақтау. Қазіргі кезде ауаның, судың ластануы, климаттың өзгеруі, ормандардың азаюы сияқты экологиялық мәселелер маңызды болып отыр. Табиғатты қорғау үшін әр адам қоршаған ортаға ұқыпты қарап, тазалықты сақтау керек. Бүгінгі эфир барысында экология тақырыбына арналған кітаптарға шолу жасап өтеміз. Экология және табиғат ресурстарды өнеркәсіпті басқару. Кітапта қоршаған ортаны қорғаудың инженерлік шешімдеріне байланысты жалпы экологиялық мәселелер қаралады. Осымен бірге табиғат және қоғамның қарым-қатынасының экологиялық салдары, табиғи ортаны тексерудің және басқарудың сапасын, табиғатты инженерлік қорғаудың және экологиялық жүйенің негізін және бағытын баяндайды. Жоғары оқу орындарының студенттеріне арналған, сондай-ақ мектептің, лицейдің, колледждің оқушыларына және мұғалімдеріне ұсынылады. Оқулық табиғатты тиімді пайдалану саласында инженерлік, техникалық және қоршаған ортаны қорғау сферасына істейтін мамандарға да өте қажет. Келесі кітап «Өндірістік экология». Оқу құралында өндірістің әртүрлі бөлімде және олардың экологиялық мәселелер қарастырылған. Адам, өнеркәсіп, табиғат жүйесінде талдау жасалып, қоршаған ортада зиянды заттар мен қалдықтардың түзілу кездері, оларды утилизациялау және жою әдістері келтірілген. Атмосфера, гидросфера және литосфера ресурстары жіктелген. Олардың сапасы талқыланған. Оқу құралы экология мамандарының, сондай-ақ жоғары оқу орындарына, студенттеріне және де ғылым саласындағы мамандарына арналған. Экология оқулық Қазақстандағы жоғарғы оқу орындарында студенттегі экология негізінде оқыту бағдарламасына сәйкес жазылған. Экология жалпы білім беретін курсты студенттердің экологиялық ойлауын, экологиялық мәдениетін қалыптастыру бағытталған. Онда студенттердің жоғарғы оқу орында алатын мамандығына тәуелсіз әрбір студент білуге тиісті экологияның негізі берілген. Оқулық екі бөлімнен тұрады. Олардың классикалық және қазіргі заманғы экологияның қазіргі мәселелері қарастырылады. Сонымен қатар Қазақстанның экологиялық мәселелеріне ерекше назар аударылған. Жоғарғы оқу орнының барлық мамандарына, студенттеріне және де осы пән бойынша дәріс беретін оқытушыларға арналған. Келесі кітап «Экология». Оқу құралында экология ғылымның негізгі мәселесі. Экологиялық жүйелер, адам, қоғам, табиғат арасындағы қарым-қатынастар мен заңдылықтар қарастырылады. Әрбір тараудың соңында бақылау сұрақтары, тест сұрақтары беріледі. Оқу құралы колледж оқушыларына арналған. Келесі кітап «Экологиялық энциклопедия». Экология энциклопедия қоршаған табиғи ортаны қорғау саласында кең қолданылып жүрген негізгі терминдер мен анықтамалар келтірілген. Экологияның адамзат өмірінде алатын орны мен рөлі, сондай-ақ оның мақсаты және де атқаратын міндеті ерекше назар аударылған. Табиғатқа және адамға әсер ететін негізгі ластағыш заттар және олардың зиянсыздандыру түрі мәліметтері берілген. Экологиялық энциклопедия студенттерге арналған. Сонымен қатар экология проблемасын оқып үйреніп, басқа да мамандар үшін де пайдалана алады. Келесі кітап Қазақстандағы экология жағдайының қалыптасуы. Оқулықта Қазақстанның экологиялық аймақтары, атмосфералық ауа, су, жер, өсімдік және жануарлар ресурстарының экологиялық апат аймақтары, Қазақстанның радио экологиялық жағдайы, қалыптасқан экологиялық мәселелердің пайда болуының көздері мен экологиялық зардаптары,
табиғи ресурстардың тиімді пайдалану жолдары және де қоршаған шаралар қарастырылады. Экология мамандығы бойынша білім алатын колледж оқушыларына ұсынылады. Келесі кітап жалпы экологияның қысқаша курсы. Оқу құралында табиғи жүйелердің қызметіне терең талдау жасалған экологиялық факторлардың әсері жайында мағлұматтар қорытылып, жүйеге келтірілген. Популяция санына қатысты мәселелер талданған. Эко-жүйе концепциясы ұсынылған. Оқу құралында осыған ұқсас аударма және отандық басылымдар өзгешелігі баянды ықшам және оқырман назарына осы күнге экология ғылымының ең маңызды концепциясы түрінде шоғырлаған кітап университеттің табиғаттану факультеті мен экология және табиғат ресурстардың оңтайлы пайдалану арнайы курсының тыңдаушыларына арналған. Назарларыңызға рахмет.